Әке? Әкешім, ризасың ба? Дәл сенің басындағы жағдай, мына менің басымнан өтіп жатыр. Бірақ мен сен сияқты болмайым. Сен сияқты баланы тастап қашпайым. Әкесіз өскен баланың қандай күйде болатынын мен жақсы білем. Естисің ба? Сен ойладың ба? Мен қандай күйде болғанымды ойладың ба? Мен қалай өскенімді ойладың ба сен? Не, сонда сен қартайған шағында мені тауып алып, мен сенің не, қуанып, әкешім деп еркелейді деп ойладың ба? А? Мә! Мен сен сияқты болмайым. Естисің ба? Дәл сен сияқты болмайым. Мен екі ұлыма жақсы әке, әйеліме адал жар болам. Енді әрине мынау жағдайды есепке алмағанда мен сен сияқты болмайым. Сен сияқты болмайым. Мен ұлымды да, қызымды да ешқашан тастамайым. Естіп тұрсың ба? Естіп тұрсың ба? Естіп тұрсың ба? Сәлем, Аржан. Серікпін ғой. Сені хабарламанды оқыдым. Қазір жолдамын, 2-3 сағатта болып қалам. Айтпақшы, сосын әлгі анау медбике немесе дәрігер тағы да біреулер менімен сөйлесіп келсе, мен осы нөмірдемін. Аржан, сен уайымдама. Қазір барып қалам.
Қалайсыз Сапа? Серікпін ғой. Бәкең үйде ма? Иә, тыныштық. Келген соң маған хабарласыңызшы, иә? Срочно деп айтасыз ғой. Жақсы Сапа. Ерсұлдан, мамаң телефон көтермей жатыр. Үйде ма? Жоқ, дүкенге кеткен. Сені жақсы көретін. Түсінікті. Мен матчқа үлгермейтін болдым. Ау, Тығыз шаруаларым шығып қалды, соны реттеуім керек. мен футболканы киіп алдым. Мамам пицца пісіріп беремін деді. Айтқандай, мамам да кием деді футболканы. Сөзіңді бөліп жібердім ғой, не деп жатқан едің жаңа. Матчқа үлгермеймін деймін. Ту, папа, Кейін өзім көре салам ғой. уәде еткен едің. Онлайн түк қызық емес қой. Мамам дастархан дайындап жатыр. Айдос қасында ма? Иә, сөйлесесің ба? Жоқ, кейін. Маман келсе, маған хабарлассыншы, иә? Жарайды. Ерсұлтан, мен сендерді жақсы көремін. Ау, папа. Жоқ, ештеңе. Маман келсе, айтуды ұмытпа, иә? Жарайды, жақсы. Тыңдап тұрмын, Данияр. Хабарламаңды оқыдым. Сен әзілдеп тұрсың ба? Уайымдамаш. Бәрі реттеледі. Жарайды. Жалпы солай ғой. Жарайды, мен телефонды қоямын. Не ғой, сен мен қазір қайда екенімді білесің ба? Қайда? Мен сол Жанармай құю бекетіндемін. Ана фургонды итеріп деппін ғой, бұрып жатқам ғой. Ана жігіттер де осы маңда жүр. Мен үйге қайтып бара жатқам ғой, негізі. Білем ғой үй жаққа бара жатқаныңды. Бірақ маған сенің көмегің қажет. Не болып кетті өзі? Серік? Жеке бастың шаруасы. Солай да. Бәрі дұрыс па негізі? Әлде біреуге бірдеңе болып қалды ма? Негізі мен Серік? за рулем едім. Әлде балдарға бірдеңе болып қалды ма? Жоқ, бәрі дұрыс. Дәке, сенің қолыңнан келеді. Білесің ғой, ненің қалай боларын. Мен саған жиі хабарласып тұрам. Осылай ма? Телефонмен ба сонда? Енді немен? Не? Қуасың ба сен, Серік? Таңертең сағат 6:15-те құрылыс алаңына 50 тонна цемент, жан жақтан 200 бетон араластырғыш әкеліп төбемізден төнеді. Түсініп тұрсың ба сен? Қайдағы 50 тонна? 355 тонна цемент, 218 бетон араластырғыш. Сен пранк ба, бірдеңе болмау. Солай ма, Серік? Әзіл ғой, Қайдағы пранк? Қайдағы әзіл? Жарайды, дәке. Жақсы хабарласып тұрамыз. Осы сөзді айтқаным үшін өз-өзін жек көріп кететін шығармын. Тыңда, егер де біреуге бір нәрсе болып қалған болса, онда... Ой, дәке, ешкімге ештеңе болған жоқ. Сен анау жөнді түзу жігіттерді жинады, таңертең жұмысқа кірісетін болдың. Қолымнан келмейді деме, болмайды. Бұндай тірлікті жасағанын қашан көрдің сен? Айтшы, қашан көрдің? Ой, дәке, уайымдамашы, бәрі жақсы болады. Анау насосты қалай қоятын білесің. Көліктерді қалай жайғастыратын бәрін білесің ғой. Өмірімде құрылыс басқарып көрмеген мен, Серік. Мынадай үлкен қабат үй құрылысын тіпті. Дәке, күнделікті істеп жүрген жұмысың ғой. Тек қана анау
үлкен мөлшерде бар болған сол. Мен онымен әлі сөйлескен жоқпын. Ой, білем. Ой, білем бәрін деймін. Серік, сен жұмыстан шығарып жіберемін, тұрсың. Түсініп тұрмын дәке. Ең мықты бір адам сенсің. Не болды саған? Айтсайшы, осынша тірлік тастап кетіп қалдың. Не болды сонша? Айтарлықтай ештеңе болған жоқ. Уайымдамашы. Сен жаңа жігіттерді жинай бер, содан кейін маған қайтадан хабарлас. Жарай ма? Тұтқаны қойдым. Иә, Маржан, тыңдап тұрмын. Серік, мені қазір жатқызды. Мен 9-шы перзентханадамын. Бәрі дұрыс па? 5 сантиметр. 5 сантиметр. Не ол? Иә, бәрін түсіндім. Дәрігерлер не деп жатыр? Олар жаңа шығып кетті, өзім отырмын. Андай бір кнопка сияқты бір нәрсе бар ма? Не? Жоқ, керек кезде шақыратын андай бір кнопка ма, бір нәрсе бар ма деймін. Әлі біраз бар дейді. Солай де. Әжетханаға барғым келіп тұр. Енді анау медбикені шақырсай? Өмірімде осылай қиналмаған едім. Басқа амал жоқ па екен, жаңағы анау Қандай амал? дәрі-дәрмек, анау ауруды басатын деген сияқты. Мына жер суық. Жаурап кеттім. Енді жаурасаң терезені жапқыз. Суықтап қаласың. Уайымдамайын, қазір барып қалам. Әйеліңе мен туралы айттың ба? Жоқ, әлі айтқан жоқпын. Қазір соны жолда шешем сол мәселені. Ол тізімде мен де бармын ба? Иә, барсың. Мені сүйесің ба? Анау жаның қиналып тұрған екен сұрап тұрсың ба? Өзің ойлашы, мен сен қалай сүйем? Екеуміздің арамызда бір-ақ мәрте болды. Сен Маржан. Алло, Қарлығаш. Сәлем. Саған Ерсұлтан ештеңе айтпады ма? Мен бүгін бара алмаймын. Сен қазір қайдасың? Жоқ, мынау шумнан даусын жөнді естілмей жатыр. Бір тыныш жерге баршы. Әңгіме бар еді. Мен бүгін бара алмаймын деп айттым ғой мен саған. Тыныш жерге баршы. Айта бер, тыныштық па, не болып қалды сонша? Қарлығаш, есімде ме анау былтыр Түркістанда үлкен жоба шығып, сол жаққа 3 айға барған ем ғой? Иә, содан. Содан қонақ үйге жайғастық. Айтқан ем ғой мен саған, іші суық, әрі жайсыз деп. Басшылықтан маған бір қыз көмекші етіп тағайындады. Қыз? Енді қыз болғанда жас сенен үлкен, маған құжаттарды реттеп көмектесіп жүретін қыз ғой. Жоқ, қыз болғанда қыз жоқ, жасы 43-те ма сондай. Ол Неге айтып отырсың енді оны? не ғой, Қарлығаш. Сол кезде бір-ақ мәрте болды.
Рас айтам, бірақ мәрте. Біз сол жобаны сәтті аяқтап, командамен жаңағы жуып отыратын болдық. Отырыстан кейін ол екеуміз қонақ үйге қайтуға тура келді. Өйткені құрысын отчеттарын тапсыру керек болды. Жаңағы қонақ үйдің іші салқын болған соң тағы да іштік. Ол жалғыздықтан жалыққанын айттым. Мен бақытты күйеу екеумді айттым. Содан кейін тағы іштік. Сол ойламаған жерден мас болып қалып, солай болып қалды енді. Ол менен жүкті екенін айтты. Ол бала менен екен. Қарлығаш, екеуміз отасқанымызға 15 жылдың ішінде мен ешқашан саған көзіне шөп салған жоқпын. Бұл бірінші мәрте және ең соңғысы. Ары қарай не істейтінін білмей отырмын. Қарлығаш. Қарлығаш. Басыңмен жауап бересің. Маңызды мәселе болмаса мен бұлай жасамас едім. Не болып қалды? Жеке шаруа. Сен өз ісіңнің шебер екенін және осы уақытқа дейін жауапсыз танытпаған есепке алып, сен жұмыстан телефон арқылы босатпаймын. Бірақ босатарым анық. Да. Серік, в общем, бәрін реттедім. Не ғой? Басекеңмен сөйлестің ба, не дейді? Не деуші еді? Жұмыстан шығаратын айтты. Данияр, жақсы. Маржан, қалайсың? Не болып жатыр? Қаншалықты жек көріп тұрғанын білсең ғой. Тоқташ. Біз бір-бірімізді дұрыс танымаймыз. Жақсы көріп немесе жек көретіндей. Сол кезде бір мастықпен болып қойған жағдай. Қазір мен бара жатырмын. Сол кезде сол мәселені бәрін шешеміз. Боп, жақсы. Да. Серік, мәселе былай. Мен тапсырыс берушілермен сөйлестім. Сен точно шығаратын бол, айып етпе. Иә, түсінікті ғой, бірақ мен бұл жобаны аяғына дейін жеткізем. Жоқ, бол, қоя бер. Басқа біреуге тапсырып қойдың. Басында келісім болды ма, мен соңына дейін жеткізем деймін. Серік, неге ауырып қалдың деп па, бір сылтау айта салмадың маған? Өткен мен ауырып тұрған жоқпын. Жарайды, жақсы. Қарлығаш, тындыш. Білем, сен тыңдап тұрсың. Бұның бәрін мен саған қазір айтпауым керек. Ән айтам, мін айтам деп бата алмай жүргенім. Бірақ ол бүгін
уақытысынан 2 ай бұрын босанатынын айтты. Түсінесің бе, оның ешкімі жоқ. Сенгім келмейді. Өтірік деш, әзіл ой деш, өтініш. Қарлығаш, сен менің балалық шағымды білесің ғой. Менің әкем тегінде бермей қашып кетті. Ал мен ол балаға олай жасай алмаймын. Ол бала ғой. Әкесі бар екенін білу керек. Сенің жағдай вообще басқа ғой. Мен де білген жоқпын ғой бұлай боларын. Тұтқан қойып кетіп қойшы. Жоқ, тыңдашы мен, Қарлығаш. Серік, қазір темір жеткізуші фирмамен сөйлесіп, сый алып тапсырыс берілген түсініп отыр. Бірақ бір ғана көлікте сыйлес келсе қалай қарайсыздар дейді. Не дейсің? Серік, естіп тұрсың ба? Серік. Данияр, сен мені тыңда. Тақтада не деп жазылып тұр? C6 ма? Ja. Ал құжаттарда не деп жазылып тұр? C6 ма, C5 па? C6. Енді барлық құжаттарда C6 болатын болса, барлық товар соған лайықты болу керек. Ұқтың ба? Менің ғимаратым соғылып біткенде қаланың түкпір-түкпірінен көрінетін ең көрікті ғимарат болады. Ал сол ғимарат біткенде фундаментіне бір жарық болатын болса, бір минус шығатын болса, сол бүкіл ғимаратты мен сенің үстіне құлататын болам. Ұқтың ба? Есінде сақта. C6 болса C6-да әңгіме жоқ, солай болады. Рахмет. Ау, Ерсұлтан, маман қайда? мамам әлі әжетханадан шықпай отыр. Шақырайын ба? Жарайды, жақсы. Командамыз жеңіп жатыр. Жоқ, еш нәрсе. Жарайды, кейін хабарласам. Мақұл. Иә. Бәрі жақсы ма? Сіз күйеусіз ба? Не ғой, баланың әкесімін. Айта беріңіз. Кішігірім ота жасалатын болды. Уайымдамаңыз, ондай болып тұрады. Бірақ пациент сіздің келгені шешімсіз жасатпаймын деп жатыр. Қалай сонда? Ондай да бар ма не? Жоқ, мән бермеңіз. Қазір барып қалам. Жылдамдықпен жолда келе жатқан ем. Жарайды ендеше. Абай болыңыз, сізді күтеміз. Жарайды, жақсы. Да. Серік, барлығын түгел қарап қадағалап шықтым. Бәрі дұрыс. C5 па? Иә. Жоқ, C6 ғой. Әлгі анау тағы не еді? Ретендартшы. Әкелді, артуға дайын уже. Қолыңа ручка аш. Аудан. Ана менің столымдағы оң жақтағы тартпаны тартта. Қара блокнотты ал. Әне, не ғой? Көк блокнот па? Қара деймін. Жоқ, ешқандай қара блокнот. Басқа жерлерді көрейін ба? Сол жерлерді көрші. Топас мүліне. Не, мен ба топас? Саған емесе. Блокнот көлігімде екен ғой. Серік, шынымды айтшы.
осы уақытқа дейін жалпы сенімен 8-9 жылдан бері бірге жұмыс жасап келеміз. Бірақ бұндай серік бірінші рет көрдім. Не жағдай болды досым? Дәке, миымды реттеп алайыншы. Кейін хабарласам, Ол кезде жобаның аяқталғанына қуанып келгенем. Қарлығаш, әрі қарай қалай боларын ақылдасайықшы, қалай шешеміз? Мен оған сенімдім. Бар болған сол күн сондай болып қалды. Ол әйелдің біраздан бері ешкім жоқ еді. Енді көңіл күй жоқ еді. Айттым ғой жаңа, іштік, сосын енді ойламаған жерден. Енді ол қыз, ол әйел ондай емес негізі. Алло, Данияр, мен тыңда. Мен жол полициямен келісіп қойдым. Сені бір ауыз звондап хабарласып қоя. Таңертең жүк өтетін жолдарды жауып, біздің тауарларды пробкасыз өткізсін. Қай жолдар екен, мен саған кейін өзім хабарласам, жазып жіберем ғой WhatsApp-тан. Түсінікті ма? Не ішіп отырсың? Болды. Бәрі түсінікті болды. Айналайын, Данияр, көп ішпеш. Бір демалып алшы. Бір нәрсе жеп ал, сорпа ішіп ал. Там мас болып, ертең арын жырын болып, абыройымыз төгіліп жүрмесіне. Болды, жақсы. Ау, Маржан. Серік, келдің бе? Қазір 40 минутта болып қалам. Жасым үлкен болғандықтан өзім босана алмайтынымды айтып жатыр. Маржан, уайымдамашы, бәрі жақсы болады. Екеуміз де екі түрліміз. Сосын... Маржан! Маржан! Әке? Әкешім, ризасың ба? Дәл сенің басындағы жағдай, мына менің басымнан өтіп жатыр. Бірақ мен сен сияқты болмайым. Сен сияқты баланы тастап қашпайым. Әкесіз өскен баланың қандай күйде болатынын мен жақсы білем. Естисің ба?
Сен ойладың ба? Мен қандай күйде болғанымды ойладың ба? Мен қалай өскенімді ойладың ба сен? Не сонда сен қартайған шағында мені тауып алып, мен сенің не қуанып әкешім деп еркелейді деп ойладың ба? А? Мә! Мен сен сияқты болмаймын. Естисің ба? Дәл сен сияқты болмаймын. Мен екі ұлыма жақсы әке, әйеліме адал жар болам. Енді әрине мына жағдайды есепке алмағанда мен сен сияқты болмаймын. Сен сияқты болмаймын. Мен ұлымды да, қызымды да ешқашан тастамаймын. Естіп тұрсың ба? Естіп тұрсың ба? Естіп тұрсың ба? Твою. Мамам әлі әжетханадан шықпай отыр. Шақырайын ба? Жоқ балам, қажет жоқ. Командамыз жеңіп жатыр. Әке, неге қуанбайсың? Біз жеңіп келеміз. Ау, папа. Қуанып отырмын балам. Қуанып отырмын. Жолда едің. Кейін хабарласамыз, Ұлым, мен сендерді жақсы көремін. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Мен анау кілт компаниясынан хабарласып тұрған ем. Таңертең жабылатын жолдар туралы білгім келген еді. Қазір қарап көрейін. Данияр деген жігіт сізге Иә, хабарласқан шығар, орынбасарым деп танысты. Жол бойынша мәселелерді қарастырудамыз. Өкінішке орай жол жабылмайтын болып жатыр. Оны сізге ертең айтайын деп жатқан едім. Тоқтаңызшы, түсінбедім. Қалай сонда? Тым кеш емес пе? Барлық сұрақтарыңызды администрацияға қойыңыз. 25 минуттен кейін жұмыс уақыты аяқталады. Бәлкім үлгерерсіз. Қазір сағат қанша? Жарайды, сізге хабарласады. Ерсұлтан, мен тыңда. Қазір тездетіп, менің бөлмеме бар да, анау номер жазылатын блокнот бар ғой, жазылып тұратын блокнот. Содағы Сәкенов Темірлан деген номер тапты, маған жіберші WhatsApp-тан. Ба, не болып жатыр өз? Мамаға айта салмайсыз ба? Бөлмесін деді жаңа. Жоқ, балам, онымен таңертең сөйлесем. Бош тездетші.
Қарлығаш, сен мені жақсы білесің ғой. Мен бастаған істі жарты жолда қалдыра алмаймын. Және менен жүкті болған әйелді де қалдыра алмаймын. Сендерді де қалдыра алмаймын. Сендер менің бар байлығымсыңдар. Қарлығаш, мен сені жақсы көремін, Қарлығаш. Мен мынау жұмыстағы мәселені шешемді, таңертең бәріміз отырып, дастархан басында осы мәселені шешейікші. Жарай ма? Сендер маған керексіңдер. Я керек. Ту Қарлығаш. Ау, Данияр. Қойшы. Қандай, айтшы. Серіков па? Жарайсың. Жіберші номерді. Ассалаумағалейкум. Мен ғой Серік Елеу, кілт компаниясының бас прорабы. Өзіңіз? Енді аяғысына сондай болып қалды. Сіздің маған көмегіңіз қажет. Анау кезекші офицер бар ғой, соған телефон соғып, жол мәселесін шешіп беріңізші. Өтініш. Рахмет. Рахмет көп-көп. Ау, Данияр. Жұмысшыларға хабарластың ба? Так. Данияр, оны былай істе. Ана Арғынбек көшесіндегі жол жөндеп жатқан бригада бар ғой. Соларға барда ішінен Батыр деген жігітті іздеп тап. Сөйтті айт. Өзімен қоса 3 жігітті біз жаққа алып келсін. Менен деп айтатын болсам бәрін түсінеді. Бізде басқа амал жоқ. Ол менің группаласым. Жақсы маман, бәрін қолынан келеді. Ұқтың ба? Жарай, жақсы. Так. Сабыр. Уайымдама. Бәрі реттеледі. Жұмыста бәрі. Маржан, қазір сен отада жатқанды білем. Сен бақытты болуға әбден лайықсың. Мен баламды ешқашан тастамаймын. Одан бас тартпаймын.
Әке білесің бе? Кім не ойлайды? Кім мен туралы не айтады? Маған маңызды емес. Мен сен сияқты жауапсыз әке болмаймын. Және сен сияқты балам тастамаймын. Және жұмысымды соңына дейін жеткіземін. Ұқтың ба? Ау балам. Папа, мамам жын көргенде аяқ асты өзгеріп кетті. Үйдегі ыдыстардың барлығын сындырып, жынданып жүр. Балам, уайымдамашы. Бәрін реттеймін. Жарай ма? Қайдам, біз білмейтін бір нәрсе болып жатыр. Ұрсып қалдыңыздар ма? Балам, азында мен үйге барам. Содан кейін бәріміз дастархан басында отырып жақсылап сөйлесеміз. Содан соң мамаң мазаламашы. Қазір бөлмеге барыңдар да тыныш отырыңдар. Жарай ма? Бәрі реттеймін бар. Жақсы. Сабыр. Сабыр. Бәрі реттеледі. Материалдар құрылыс алаңына бәрі реттеледі. Материалдар құрылыс алаңына уақытылы жеткізіледі. Маржан аман-есен босанады. Қарлығашпен арамыз реттеледі. Балаларым мені түсінеді. Қазір болмаса да ер жеткенде түсінеді. Таңертең бәрі реттеледі. Тағы айтам. Мен сен сияқты болмаймын. Сен сияқты балам тастамайым. Мен балаларыма қамқор әке болам. Оларды өсірем, бағам. Немере сүйем, шөп. Шешеңа. Мен сен сияқты жауапсыз әке болмаймын. Мен балаларыма қамқор әке болам. Мен оларды бағам, өсірем. Және немере сүйем. Я. Да. Жоқ, керек емес. Мен қандай адаммын өзі? Мен соған лайықпын ба? Да, Қарлығаш. Қарлығаш, жан бәрі реттеледі. Біз бұны да бірге жеңіп шығамыз.
Да. Басеке, мен соңына дейін жеткізем деп айттым ғой сізге. Мен құрылыс алаңынан 2-ақ сағат бұрын шықтым. Сол 2 сағаттың ішінде не болған білесіз бе? Мен барынан айырылдым, отбасымнан айырылдым. Солай ма? Жарайды, бәрі түсінікті. Пошел нахуй! Не болып кеттің мына, Папа, қалайсыз? Сені күтіп ұйықтамай жатырмын. Сағынып та кеттім. Футбол қалай болғанын да айтып берем. Келші тез. Қызық болды. Бірақ мамам жылап жүріп сол күйде тұрмын. Сен де жоқсың. Менде жоспар бар. Сен келсең бәрін басынан бастаймыз. Футбол таспаға басып алдым. Басынан көреміз. Мамам, сіз, ағам. Мамам қайтадан дастархан жайып. Иә, дәл солай болады. Дәл солай болады деп үміттенемін. Кел, мақұл. Ұйықтамаймын, күтем. Ау, Маржан, Серік, бәрі дұрыс па? өзің тыңда. Серік, сен келесің ба? Иә. Alkışlar için çok.